Кеттік онда. Қалған жартысын соңғы бөлігін өтіп жібере салайын. Мына кітап жақтарда уже мынандай сұрақтар келе бастайды. Мәселен, y тең мысалды қарастырайық оны. Мысалы, x қосылған бір функциясының графигі қай ширектерде жатады деген сұрақ болады. Функциясының графигі қай ширектерде жатады деген сұрақ болады. Ол үшін жаңа нәрсе істейміз ғой жігіттер. Так, бірінші x-ті 0 дейміз. Y-іміз сонда 1 бола ма? Сөйтіп y-ті 0 десек, x-іміз минус 1 бөлінген 3 болады, дұрыс па? Енді графикке салайық бұны. Y-ті 1-ден қиып өтеді, x-ті минус 1-ге жетпей, минус 3-тен 1 деген мына жерден қиып өтеді. Сонда функцияның графигі мынау болады. Енді осы графикке назар аударатын болса, бұл қай ширектерден өтіп отыр? Қара, бірінші ширектен өтіп отыр ма? Бірінші ширектен өтіп отыр, дұрыс па? Мынау частьті бірінші ширекте тұр. Бірінші ширектен өтіп отыр. Екіден өтіп отыр ма? Өтіп отыр, екіден өтіп отыр, мына жерде мына бір частьті бар, екіден. Үштен өтіп отыр ма? Өтіп отыр. Төрттенші? Жауабы бірінші, екінші, үшінші ширектерде болса. Жете салдым ғой енді. Қай ширектерде жатады деді, біз айттық, бұның графигі 1, 2, 3-те жатады, 4-те жатқан жоқ. Түсіндіре алдым ғой енді. Сондықтан бұндай сұрақтан ешқандай қиындығы жоқ. Келесі мәселе. Қараңдар. Осы теңсіздіктің нүктелер жиынын көрсетіңіз. Немесе шешімі деп те келеді. Жиыны дейді, нүктелер жиыны дейді, немесе шешімі деп келеді. Қараңдар. Жаңа қағидадан қайтпаймыз. 2/10-ға жылжытамыз. 1/10 жоғарыға көтереміз. Сонымен мына жер болады, дұрыс па? Параболаның төбесі. Ара осыдан былай парабола сызған кезде қараңдар. Егер айтпақшы, келесі мәселе бар. Егер сізде мына жерде мынандай нәрсе жоқ болса, қатаң болатын болса, онда мына сызық бізде үзік болады. Параболанікі именно теңсіздікпен келген ситуацияларда үзік сызық болады бұны. Қатаң болатын болса, үзік сызық болады. Егер қатаң емес болса, онда бүтін сызық болады. Үзік емес, бүтін сызық болады. Енді қараңдар, үлкен болатын болса, егер үлкен болатын болса, параболаның үстіңгі жағы боялады. Параболаның үстіңгі жағы боялады деген сөз міне. Параболаның үсті боялады. Парабола түрі, соның үсті жағы бәрі боялады. Параболадан үстіге қарай жақтың бәрін бояймыз. Мынау бәрі параболаның асты деп есептеледі. Жете салдым ғой енді, даже мына жақтарда іші боялады деп айтайықшы. Үлкен болса іші, кішкентай болса сырты боялады деп айтайық. Или лучше пониманиеде іші сырты дегеннен гөрі үлкен болса үсті, болса есте сақтаған оңайырақ та, үлкен десе үсті боялады, кіші десе асты боялады. Асты десе, кіші десе сол асты полный боялады. Түсіндіре алдым ғой енді? Бұл әңгіме жаңа түзулерге де тиесілі. Мысалға y мәселен айтайық, кіші тура осыны айтайықшы, мысалы 3 қосылған 1-ді алай қояйық. Так, бұл бізде өтті 1-ден өтті и минус 3-тен 1-ден өтті. Қара, үзік сызық қыламыз қатаң болған үшін. Қатаң болады да, и қара, кіші болған үшін осыны асты боялады. Асты мына екенін түсіндіріңіз бе? Сызықтың асты да, короче, сызықтың асты. Үсті десе үстін бояған болады. Жеткізе алма önde. Енді бізде осы екеуінен комбо болатын да есептер келеді да. Мәселен, кітапқа қарайық енді, кітаптан келтірем ғой көбірек енді бұны. Екінші есеп мәселен. Координаталық жазықтың суретте кескінділген нүктелер жиынын анықтайтын теңсіздіктер жүйесін табыңыз дейді. Бұл жерде бірінші параболаға мән берейік. Параболада 1-де минус 2 екенін көріп тұрсың ба төбесі? Және мынадан қиып өтіп жатыр.
содан кейін екіден қиып өтіп отыр. мынау екі есе сығылған екенін қалай сезіп қояды екен айтпақшы. Кстати, мен соны айтып өтпеген едім, алды бір түсіндіргенмін ғой, мен естерінде ма? Қараңдар. Кстати, сол теманы ақыры қазір біз уже затрагивать етейін деп жатырмыз. Қараңдар. Мысалға да просто простой y тең x квадрат пен y тең 2x квадратты салыстырайық. Простой y тең x квадратта сенде ол мына жерде ғой, дұрыс па? Келесі бір болған кезде мынау да бір бірлік жауға жылжиды да былайынан кетеді ол. Минус бір болған кезде ол да бір бірлік жылжиды да. Сонда ол осылай басталады да, осы ары қарай өзінің жалғасын тауып кетеді дальше ары қарай. Көрдіңіз ба? Парабола төбесінен бөлек бір бірлік оңға жылжығанның, оның бір бірлік жоғары көтерілгенмен, бір бірлік солға, бір бірлік жоғары көтерілгенмен сәйкес келеді да. Сондықтан бұл y тең x квадрат болады. Оның дәлелі, мысалы мына жерге 1 қойсам, y-ім де 1 болады. 1-дің квадраты 1-ді береді короче. Минус 1-ді қойсам, минус 1-дің квадраты плюс 1-ді береді деген сияқты да. Енді қара. 2x квадрат ше. 2x квадраттың поведениесі былай болады бізде қарам. Екі еселенді сығылады короче ол. То есть парабола төбесіне жада береді ол, проблема жоқ. Но сенде ол бір бірлік оңға жылжыған кезде екі бірлік сразу көтеріледі ол короче. Бір бірлік солға жылжығанда тоже осындай зеркально кетеді. Сонда ол мынау болып тұр. Мынауға қарағанда екі есе уже сығылып жатқанын байқап жатқан шығарсың. Түсіндіре алып жатырмын ба ойымды? Енді мен қарасам мына жерде менде чутье қалай болып отыр. Мына парабола төбесі болып тұр да, келесісі мына жерде тұрудың орнына екі бірлік, бір бірлік солға жылжыған кезде екі бірлік көтеріліп кетіп жатыр да жоғары қарай. Түсіндіре алдым ба? Значит, бұл жерде однозначно қазір жақшаның алдында екі болады деген сөз да. То есть қазір былай қарап кетіп, мынау дальше былай қарап көтерілген кезде, мынанікі қара, проблема жоқ. Не болады қазір? Бір бірлік оңға қарап жылжыған үшін x минус 1-дің квадраты болады. Потом екі бірлік төмен минус 2 болады, но мынаның алдында 2 болады, короче. Екі еселенген болады да. Түсіндіре алдым ба ойымды? График туралы сөйлесек, y тең теңсіздік мәселесін қазір шешеміз, қараңдар. Y тең сонда екі еселенген x минус 1-дің квадраты минус 2 болады. Түсіндіре алдым ба ойымды? Қалай екі есе сығылғанын осылай түсініп аламыз. Екі есе сығылып деген сөз бір бірлік оңға қарап кеткен кезде ол бір бірлік көтерілмейді, сразу екі бірлік көтеріліп кетеді. Жетті ойым? Бір бірлік оңға, бір бірлік солға жылжыған кезде y-ің сен екі бірлік секіріп кетеді да, короче. А негізі по идее бір бірлік көтерілу керек еді ол. Бір бірлік оңға кеткенде бір бірлік жоғары көтерілу керек еді ол. Бір бірлік оңға солға, бір бірлік жоғары қарай көтерілу керек еді да. Негізі нерден шығу керек, бұл әшейін екі жоқ болса, нерден, сосын нерден шығу керек еді да, бұл былайынан кету керек еді. Негізінде бұл былай кету керек еді. Түсінесің ба? Өйткені бір бірлік солға кетсем, бір бірлік жоғары қарай көтеріліп, солға жоғары кету керек еді да. Бірақ ол не істеді? Бір бірлік солға, екі бірлік жоғары қарап кетті да, яғни сығылып жатыр ғой график. Түсіндіре алдым ба? Значит, алдында мен екіні қоямын деген сөз. Үш еселі болса, онда үш қойған болар едім да, короче. Бір бірлік оңға, үш бірлік сразу көтеріліп кететін болса да. Ең қараңыз. Келесі бізде ол жерде, дәл сол жерде еще түзуді беріп қойған. Түзуді берген кезде түзудің сені y көзін 2 деген нүктеде қиып өтіп жатыр. X өзінде 2 деген нүктеде қиып өтіп жатыр. Сонда ол былай қарап кетеді. Уже бұның да несін құрастыру қиын емес бізге. Функциясын құрастыру қиын емес, өйткені қара, x бөлінген 2-де қиып өткен үшін 2 деймін, y бөлінген 2-де қиып өткен үшін 2 деймін, тең 1 деймін. Араға ортақ бөлімге 2-ні беріп жүретін болсам, x қосылған y тең 2, y тең минус x плюс 2 болса. Дұрыс па? Енді екеуі арқылы шектеліп тұрған аумақ дейді. Екеуі арқылы шектеліп тұрған аумақ, мынау аумақ емес па? Дұрыс па? Енді қараңыз, бұл параболаның үсті болып тұр ма, или асты ма? Параболаның үсті болып тұр. Еще екеуі де бүтін сызық болғандықтан қазір қатаң емес болады, сондықтан бұның шешімі былай болады бізде қазір. Y үлкен немесе тең болады. Потому что параболаның үсті боялып тұр. Оң болса асты болады, я. Y үлкен немесе тең, екі еселенген x минус 1-дің квадраты минус 2 болады. Ал мынаның асты боялып тұрғандықтан, y кіші немесе тең минус x қосылған 2 болады. Қатаң емес болады. Екеуінде де бүтін сызық болып тұр ма? Графикте. Үзік сызық болатын болса қатаң қылған болар еді. Не үшін мынаның кіші дегенін түсіндіріп алайық, өйткені ол сызықтың асты боялып тұр ешқандай. Параболаның үсті, ананың асты болғандықтан. Енді осының жауабынан іздейміз. Қай жер жетпей қалды? Түзуді жаңа ғана айттым емес па мен? Сен шығардың ба түзуді, бітірдің ба өзі? Жоқ, формасын біліп тұрмын. Енді сен де қазір қарасай,
x өсін 2 деген нүктеде қиып өтіп жатыр, y өсін 2 деген нүктеде қиып өтіп жатыр ғой. Мен координата осьтерін қиып өтетін нүктелерді қоямын ғой. Формула салып кете беремін ғой. Түсіндіре алдым ба ойымды? Так. С жауабы ма? Y үлкен немесе тең 2 еселенген x минус 1-дің квадраты минус 2 минус x плюс 2-дің кіші. С жауабы болады екен. Стоп болды ғой С жауабы. Важный момент x квадрат 2x квадрат. Түсіндіре алдым ғой? Осыны сезіну важно, да, короче. Так. Мысалы, 55-ші есепте де асау бір қиындығы жоқ. Қараңдар, 55-ші есепте не айтылып тұр? Итяда, суретте көрсетілген f от x функциясына а нүктесі арқылы жүргізген жанаман теңдеуін тап дейді. Біріншіден, параболаның теңдеуін жазып алайық. Y тең, қара, x өсі бойынша бір-бірлік оңға жылжыған ғой, дұрыс па? X минус 1-дің квадраты болады. И бір-бірлік не істеген? Төмен қарай түскен, дұрыс па? Сондықтан минус 1 болады. Енді мынаның алдында қандай да бір сан бола ма, болмай ма? Сұрақ. Болмайды, өйткені бір-бірлік оңға, бір-бірлік жоғары көтерілген. Ол болмайды, значит, осы қалпында қалады. Тармағы жоғары қараңыз, ол сенде болады. Енді осыны тауып алғаннан кейін а нүктесі арқылы жүргізілген жанама дейді. А нүктесі, ол парабол мына жеріне нүкте болып қойылып тұр ғой, ол x бойынша минус 1, y бойынша 3 болып тұр, байқадыңдар ма? Минус 1-де 3 нүктесі арқылы жүргізіліп тұр. X бойынша минус 1, y бойынша 3 нүктесі. Көрдіңдер ғой нүктені? Нүктені көрдіңдер ма? Нүктені көрдің ба графиктегі? Мына, проще говоря, мынау арқылы жүргізген жанаманың теңдеуін тапты тұр. Мынау деген бізде x нолевой, мынау деген біз f от x нолевой екен естеріңде ме өзі? Минус 1-ді қойсаң, минус 1, минус 2, квадраттан 4, 4-тен 1 алсам 3-ті береді. Содан жанама теңдеуін жазу есімізде шығар, жанаманың формуласы. Сен айтшы жанаманың теңдеуі, жанама теңдеуі формуласы қандай? Жанама? Қайрат, жанама. Биыл айтып болмайды бұлар өзі. Жанама, Алтынбек. X нолевой минус f от x нолевойда жанама. f от x нолевой азайтылған. Қосылған f от x нолевой азайтылған. Ясно, жігіттер f от x нолевой x азайтылған x нолевой. Так, f от x нолевойымыз дайын, ол 3 болып тұр міне. Минус 1-ді қойсамшы. Маған туынды керек, туындысы 2 еселенген x минус 1 болады. И соған f от x нолевойды, яғни минус 1-ді қоямын. Минус 1, минус 4 болады. Сол жанама теңдеу дайын енді қара. Y тең f от x нолевой 3, f от x нолевой минус 4, x минус 1 минус неқа плюс 1 болып кетеді, x минус x нолевой. Осыны ашамыз. 3 азайтылған 4x, азайту 4, y тең минус 4x, минус 1 бола салады екен. С жауабы болады. Басына y-дегі x минус 1-дің квадраты дегенді сәл түсініп қалдан соғандан сәл. Енді графикке қарап функциясын жаздың ғой? Қандай график берілген саған? Парабола берілген, дұрыс па? Параболаның төбесіне қарап аттың ба? Так, оның төбесі не істеп тұр бізде? X өсінен бір-бірлік оңға жылжыды, значит x минус 1-дің квадраты болады. Y өсі бойынша бір-бірлік төмен түсті, значит минус 1 болады жазылады. Жаңа түсіндіргенім бар ма? Сол ғой, бұл басқа ешқандай ол жерде новый нәрсе жоқ. Параболаға қарап функциясын табу, функцияға қарап параболаны табу деген мәселе. Жеткізе алған шығар мойнымда. Жігіттер енді теңдеу мәселесін түсіндіріп өтейін. То есть шеңбердің теңдеуі. Шеңбердің теңдеуін түсіндіріп өте салайын. Салыс. Жақсы шүкір өздеріңіз қалайсыздар ма? Не? Отырға тұяқ қой. Қазір бір минут айта салайыншы. Самал, бір өзің жүрсің ба? Кейін хабарласамыз, қазір мен бітіре салайын. Так, жігіттер кеттік шеңбердің теңдеуі. Давай былай қыламыз онда ше. Шеңберге байланысты өзі 4 па есеп бар ғой.
соны қалдырсаңдаршы, мен келесі сабақ түсіндіре саламын соны. Хорошо? Көбірек қылып есеп келесі сабақ қосып беріп, ары жаққа лақтырып жіберсем да. Осы болды. Иә. Так. Больше сұрақ жоқ қой, а?